Қайырлы күн достар, бүгін сөктен жасалынған пирог жасайтын боламыз. Сөкті жуып алғаннан кейін ыстық суға салып қоямыз. Қамырына керекті заттар: ұн, май, жұмыртқа, қант, қопсытқыш. Өлшемдерін төменге описанияға жазып кетемін. Осы кезде жұмсақ қамыр болып шығады. Күнде осындай видео салып тұрамын достар, маған тіркеліп кетіңіздер. Дайын болған сөгіміздің суын сорғытып аламыз. 2 жұмыртқаны салып, бетіне қаймақ саламыз. Бетіне қант салып, жүгері крахмалынан ас қасықпен 2 қасық салатын боламыз. Түйіршіктері қалмайтындай етіп жақсылап араластырып алғаннан кейін бетіне сөкті саламыз. Бағана дайындап қойған қамырымыздың барлығын орналастырып алғаннан кейін бетінен вилкамен тесіп шығамыз. Сосын сөктің бетіне сгущенка салып жібердім, дәмі тәтті болсын деп. 180 градусқа примерно 25-30 минутқа қоясыздар. Міне сөкті пирогымыз дайын болды. Ас болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.